Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Нұргүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын, ешқандай ас содасыз, қопсытқышсыз құймақ дайындайтын боламыз. Осыған дейін көптеген рецепттермен жасап көрдім, бірақ дәл осы рецепт бір жасағаннан шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең әуелі таза ыдысымызға 3 жұмыртқа, қант салып, жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Үстінен 1 шай қасық тұз салып, жақсылап тұзы ерігенше араластырып аламыз. Сонан соң алдын ала електен өткізіп қойған ұнымыздан 4 ас қасық саламыз. Оны да біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Сонан соң үстінен жылы сүтіміздің жартысын құйып араластырып аламыз. Сүт міндетті түрде жылы болуы қажет. Жақсылап араластырып алғаннан соң үстінен тағы ұн саламыз. Толық құрамды описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Енді қалған жылы сүтімізді құйып, біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Араластырып болғаннан соң тағы да ұнымызды қосып араластырамыз. Дәл осы құраммен жасайтын болсаңыздар, құймақтарыңыз өте керемет болып шығады. Жақсылап араластырып болғаннан соң қайнап тұрған ыстық суды құйып, жылдам араластырып аламыз. Су міндетті түрде қайнап тұрған ыстық су болуы қажет. Сонан соң үстінен сұйық майымызды құйып, жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Осымен біздің массамыз дайын болды. Байқағандарыңыздай өте әдемі, жып-жылтыр масса дайын болды. Енді оны қызып тұрған табаға бір ожаудан құя отырып, құймақтарымызды пісіріп аламыз. Байқағандарыңыздай тесікшелері өте көп, керемет болып шығады. Достар, егер менің арнамды жоғалтып алмас үшін видео төменінде тұрған подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, арнамда жаңадан шыққан видеоны бірінші болып тамашалай аласыздар. Дәл осы ретпен барлық құймақтарымызды пісіріп аламыз. Дайын болған құймақтарымызды бетіне сары майды видеодағыдай жағып шықсаңыздар, жұп-жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады. Достар, егер видео пайдалы болған болса, лайк басып, пікір қалдыруды да ұмытпаңыздар. Әлеуметтік желі арқылы достарыңызбен бөлісіп, каналымның дамуына үлес қоссаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет, ас болсын.